Сәлеметсіңдер ме бірінші сынып оқушылары? Бүгін мен сендерге математика оқулығының 106-шы сабағын түсіндіріп беретін боламын. Сабақты бастамас бұрын мен арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Бүгінгі тақырып 20 көлеміндегі сандар. Ауызша қосуды және азайтуды орындайтын боласың. Бірінші есеп. Бос орындардағы тиісті сандарды ата. Сандарды тура және кері ретпен айт дейді. Яғни бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Тура ретпен айттық, енді кері ретпен айтамыз. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 деп дәптерлеріңе жазасыңдар. Екінші есеп. Есептеуді қалай орындау керектігін түсіндір. Яғни бұл жерде бос орындарға есептердің жауабын жазамыз. 11 қосу 9 тең 20. 8 қосу 11 тең 19. Яғни бұл жерде розовый түстегі белгіленгендерді бірліктерді бірлікке қосамыз. Ондықтарды өзін ғана жазамыз. 19 алынған 3, 16, 18 алынған 5, 13 деп жазамыз. Үшінші есеп. Есепте. Яғни бұл жерде есепте берілген, сол есептерді шығарамыз. 6 қосу 4 тең 10. 16 қосу 4 тең 20. 10-нан аламыз 9-ды тең 1. 20 алынған 9 тең 11. 3 қосылған 7 тең 10. 13 қосылған 7 тең 20. 2 қосылған 5 тең 7. 12 қосылған 5 тең 17. Осылай шығарып жазамыз. Төртінші есеп. Есепті шығар. 2 кері есеп құрастырып, оны шығар дейді. Бірінші себетте 5 кг, ал екіншісінде одан 3 кг артық қызанақ бар. Екінші себетте неше килограмм қызанақ бар? Яғни шартын құрамыз. Бірінші себетте 5 кг, екіншісінде сұрақ 3 кг артық. Яғни белгісіз. Шешуі 5-ке 3-ті қосамыз, тең 8. Жауабы екінші себетте 8 кг қызанақ бар. Бесінші есеп. 5-ке, 15-ке, 20-ға тең сандардың қосындысының біреуін таңда. Олармен байланысты айырма құрастыр. Яғни бұл жерде мен 20-ны таңдадым. 20 тең 17 қосу 3 деп 20-ның берілген сандарын көшіріп жазамыз. Сондай-ақ оған қарсы айырма құрастырамыз. Яғни тура сол сандарды, мысалы 20 тең 17 қосу 3 болса, 20-дан 17-ні алып тексереміз, тең 3. 20-дан 3-ті аламыз, тең 17. Осылай көшіріп жазамыз, тура осылай. Алтыншы есеп. Мысалдарды қатар мен баған бойынша есепте. Бос тұр көздерді толтыр дейді. Яғни бірінші кестеде 40 қосылған 50 тең 90. Яғни 50-ді қоямыз. Сондай 40-қа 30-ды қоссақ 70. 30-дан 20-ны алсақ 10. 90-ға қосамыз 10-ды тең 100. 70-ке қосасын 30-ды тең 100. Осылай жазамыз. Екінші кесте 90 қосылған 10 тең 100. 90 алынған 50 тең 40. 10 қосылған 30 тең 40. 100 алынған 20 тең 80. 50 алынған 30 тең 20. 40 қосылған 40 тең 80. Бұлай шығарсаң да бұлай жауабы шығу керек. Бұлай жазсаң да бұлай жауабы шығу керек. Тура осылай көшіріп жазамыз. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Қош сау болыңдар.